намаз оқып үйренейік. Құлшылық, ғибадат дегеніміз не? Ең әуелі, құлшылық біздің жаратылыс мақсатымыз. Мұнымен қоса құлшылық Алла тағала толықтай бойсынып, бұйрықтарын бұлжытпай орындап, нәпсінің жетегінде кетпей, жаратушының ризалығы үшін өмір сүру. Ал жаратушымыздың бізге нәсіп еткен шексіз нығметтеріне қайтарым әрі шүкіршілік ретінде махаббатымызды, алғысымызды өтеудің ең ізгі жолы ол намаз, ораза тәрізді бірнеше құлшылық түрлері. Намаз қандай ғибадат? Біздің тілдік қолданымызға парсы тілінен енген намаз сөзінің түп төркіні араб тіліндегі салат сөзінен бастау алады. Салат сөзінің тілдік мағынасы тілеу, дұға оқу дегенді білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы тәкбірмен басталып, сәлеммен аяқталатын ерекше қимыл қозғалыстар мен сөздерден тұратын қасиетті ғибадат ұғымын қамтиды. Құран кәрімде салат, намаз сөзі 99 рет, намаздың парызы болып табылатын сәжде сөзі 64 рет, рукух сөзі 13 рет айтылады. Демек, намаздың парыздығына қатысты ешкімде зәредей шүбә келтіре алмасы анық. Намаз діннің тірегі, құлшылықтың ең абзалы. Намаз оқу пенденің мұсылман екендігінің айғағы. Мұсылман адам намазды Құдайға деген шүкіршілігін білдіріп, оның бұйрығын орындау мақсатында оқиды. Сондай-ақ шынайы намаз адамды түрлі арсыздықтар мен жаманшылықтардан арылтып, кісіні тазалыққа шақыратын ескерсек, намаз оқу иманды жанның ұлық міндеті екенін ұғынамыз.